Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Мен сізге осындай пышный әдемі пончиктердің рецептін көрсететін боламын бүгін. Видеоның соңына дейін қараңыз, және де менің YouTube арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Колокольчикті басып қойсаңыз, сізге керемет видеолар шыққан кезде міндетті түрде SMS баратын болады, қыздар. Енді жұмысты бастайық, қыздар. Ең алдымен жұмсақ әдемі қамыр илеуді бастаймыз. Ол үшін барлық заттар бізде комнатный температурада болу керек. Жұмыртқаны жарып аламыз да үстіне шекерді салып, шекер кішкене ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне дайын болғаннан кейін жылы сүтті құямыз. Міндетті түрде жылы сүт, жылы маргарин болу керек. Өйткені біздің қамырымыз ашитын болғандықтан жылы зат болу керек барлығы. Осылай үстіне ванилин мен шым-шым тұз қосамыз, кейіннен дрожжды қосамыз да, ұнды міндетті түрде 2-3 мәрте електен өткізіңіздер. Өйткені пышный әдемі болуы сол ұнның електен өткізілгеніне тікелей байланысты болады, қыздар. Жұмсақ, қолға жабыспайтын жылы қамыр илеп аламыз да, қамырымыздың бетін жауып 50 минут немесе 1 сағатқа ашуға жылы жерге қойып қоямыз. Міне, дәл менікінде жасаған болсаңыздар, қамырларыңызда дәл менікінде осындай 3 есе болып, ісіп әдемі болып шығады. Осыны бір бөлік қылып жайсаңыз болады, маған ыңғайлысы 2 бөлікке бөліп барып жаямын. Дәл осылай жайып, видеода көрсетілгендей етіп, арнайы пончик қырқатын формалар болады, сондай алсаңыздар болады. Немесе ондайыңыз жоқ болса, мен сияқты пиалаймен және де насаткамен, бір насатка, немесе насатка болмаса да баклажканың крышкалары да болады. Сондаймен ортасын келтіріп алып, барлық пончикті формаға келтіріп аламыз, барлық қамырдан. Міне біздің пончиктарымыз дайын болды. Енді осы пончиктарды бетін жауып 30 минутқа тағы да демалдырып қоямыз. Пончик қанша көп демалса, сонша көп жақсы, қыздар. Кейін табаға майды құйып, қатты қыздырмаймыз. Қатты қыздырсақ, ол сразу пісіп кетеді, ол салмай қалады. Ал жай отта піскен пончиктер әдемі болып, бабына келіп, әдемі болып піседі, қыздар. Не? Екінші бетін аударып аламыз. Екінші беті тезірек піседі, қыздар. Дайын болған пончиктеріміз міне. Егер де сізде пончиктеріңізде осындай ақсыздық пайда болса, значит сіздің пончиктеріңіз мінсіз болды деген сөз. Енді бетіне глазур дайындап аламыз, немесе бетіне ештеңе сеппей, тек сахарный пудрамен осылай да осына берсеңіздер болады. Мен ақ шоколад пен қара шоколадты ертіп, әртүрлі түске бояп алдым да, бетіне сіз әртүрлі посыпкалар сепсеңіз болады. Менде ондай болмай, тек қана жаңғақты майдалап қосып шықтым. Міне менің дайын болған пончиктерім, қыздар. Қалған қара шоколадты мен роза шоколадтың бетіне осылай әдемі узор салып шықтым, қыздар. Осыны кептіреміз. Болды. Осымен біздің керемет пончиктеріміз дайын. Видеодан соң міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпайық, қыздар.